Мен көптеген еркектерді түсінбеймін. Келіншектерінің бизнес бастап, блог түсіруіне, тикток жүргізулеріне қарсы болады. Егер де сендер келіншектеріңді қолдап, жарайды, жасап көр дейтін болсаңдар, тауды да тасты да қопарып тастайтын шығар, қайдан білесіңдер. Сондықтан көптеген еркектерге айтарым, міндетті түрде келіншектеріңді қолдаңдар. Бүгін мен үйімді жинайын деп барлық бөлмені осылай жақсылап тұрып пылесостап шықтым. Негізі әйел адамның істеген ісі көзге көрінбейді ғой. Қанша жерден сен үйдің барлығын жинайсың, кірді стиралка жуып бергенімен оны жаясың. Ол кепкен соң оны тағы да бүктеп орнына саласың, оның өзі де жұмыс. Тамақ істейсің, ыдыс жуасың, айналып келіп тағы тамақ істейсің, ыдыс жуасың, бітпейтін тірлік қой сол. Қазір дамыған заман. Полды сыпырып береді, ыдыс жуатын машина да бар, тіпті робот пылесос та бар, полды жуып береді. Ал менде робот пылесос та жоқ, робот пол жуатын ыдыс та жоқ. Мен не деп кеттім, соның бәрін қоя берші. Сөйтіп үй жинап жүріп қарным ашып кетті. Сосын морозильникте тұрған творогты алдым да бір нәрсе пісірейін дедім. Осындай сары домалақ бірдеңелерді пісірдім. Дәмін көрсеңіздер ғой, өте дәмді. Келесі видеомда рецептісімен бөлісетін боламын. Парақшама тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Ал қыздар, айтыңыздаршы, күйеуіңіз сізді қолдай ма? Бизнес жасауға, блог түсіруге қарсы емес пе? Комментарияға өз ойыңызбен бөлісе кетіңіз.